Сәлем, ертегі сүйер достар. Ертегілер әлеміне қош келдің. Күн сайын сиқырлы, қызықты оқиғалар тыңдағың келсе, каналға тіркеліп ал. Саған ұнайтынына сенімдімін. Жасмин мен сиқырлы айна. Баяғыда қалың орман мен тұмандарға оранған таулардың етегінде шағын ауылда Жасмин есімді қыз өмір сүріпті. Жасмин 12 жаста еді. Оның көзі аспандай көк, қиялы бұлттан да биік болатын. Жасмин өмірді ерекше жақсы көретін. Әжесі ескі ертегілер айтып бергенде, ол өзін ертегі ішіне кіріп кеткендей сезінетін. Бір күні Жасмин ауыл шетіндегі орманға жидек теруге шығады. Ол орман ішінде жүріп, бұта арасынан жарқыраған жарықты көреді. Жақындап қараса, үлкен ескі айна. Айна тот басып кеткен, бірақ ортасы шексіз тереңдік секілді жылтырап тұр. Жасмин айнаның бетіне қолын тигізген сәтте, айнаның іші жарық шашып, қызды өзіне тартып алады. Ол көзін ашқанда өзге әлемде еді. Бұл жердің аспаны көк пен күлгіннің арасында, ағаштар сөйлейді, ал гүлдер ән салады. Бұл саяхатшылар өлкесі болатын. Бұл әлемге тек ерекше жүректі адамдар ғана өте алатын. Бірақ соңғы 100 жылда ешкім келмепті. Жасмин таңдалған адам еді. Ол орманда жүргенде сөйлей алатын мысықпен танысады. Мысық өзін күн сәулесі деп таныстырады. Ол бұрынғы сиқыршы, бірақ қара тұманның қарғысына ұшырап, мысыққа айналған. Енді ол тек Жасмин сияқты таза жүректі адам ғана қарғысты бұза алатынына сенетін. Күн сәулесі Жасминге бұл әлемнің жағдайын түсіндіреді. Бұрын бұл ел бақытты, жарқын әлем болған, бірақ зұлым күш, қара тұман пайда болған соң бәрі өзгеріпті. Ол сиқырлы айналарды өз мақсатына пайдаланып, әлемдер арасындағы тепе-теңдікті бұзғысы келген. Ал сиқырлы айналардың бірі Жасминнің тауып алған айнасы еді. Жасмин мен күн сәулесі елді аралап, көне кітаптарды іздеп, сиқырлы елшілермен кездесіп, батырлық жолына түседі. Олар сөйлейтін тауға көтеріледі. Бұл тау жер бетінің ең данасы саналады. Ол Жасминге ескі пайғамбарлықты айтады. Таза жүрек, ашық ой мен мейірімділік зұлымдықты жеңе алады. Түнгі орманда тұратын көлеңке қаншайыммен кездеседі. Ол қараңғыда өмір сүрсе де, жарықтың жоқтаушысы екен. Ол Жасминге қорқынышпен күресу үшін ішкі жарықты жағу керек екенін түсіндіреді. Көк жұлдыз шатқалына барады. Бұл жерде тек батырлар ғана тірі өте алады. Онда Жасмин өз қорқынышын бейнесімен бетпе-бет келеді. Жалғыздық. Бірақ күн сәулесі оған көмектесіп, достықтың күшін көрсетеді. Жасмин мен күн сәулесі қара тұманның мекеніне жетеді.
бұл күңгірт аспанды, күңгірт ойларды мекендеген қорқынышты әлем. Бірақ Жасмин өз бойындағы мейірім мен сенім арқылы айнаны жарқыратуға тырысады. Қара тұман оған арбау сөздер айтады. Сен кімсің? Ешкім емессің. Бірақ Жасмин, менің атым Жасмин. Мен кішкентай ғана қыз болсам да, жүрегім үлкен. Мен сенің күніңді аяқтаймын дейді. Сол сәтте сиқырлы айна жарқ етіп, қара тұманды жұтып қояды. Барлық қарғыс бұзылады. Күн сәулесі қайтадан адам бейнесіне еніп, сиқырлы сәйгүлікке айналады. Саяхатшылар өлкесі қайта гүлдей бастайды. Жасмин өз еліне қайтып оралғанда барлығы бұрынғыдай сияқты көрінді. Бірақ енді ол ертегі әлемінде шынайы батыр болған қыз еді. Айна оның бөлмесінде тұрды. Енді ол жай зат емес, жаңа ертегілерге бастар қақпа болатын. Егер ертегі ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кет. Келесі ертегіде кездескенше сау бол.